Келесі тақырып бізде блокада деп айтылады. Блокада яғни блок кедергі деген мағынаны білдіреді. Яғни қалыпты өтіп келе жатқан ритм белгілі бір кедергілердің салдарынан өткізгіштігі бұзылады. Біз бұны арнайы ЭКГ-да көріністерден оқи аламыз. Қай жерде блок бар, соның атауымен аталады. Мысалға, сенатарлы түйін блок пайда болатын болса, С блокада, немесе ол иннервацияны өндіріп АВ-ға берген кезде АВ түйінде блокада болатын болса, онда АВ блокада деп айтылады. Ары қарай гис будасына иннервация барған кезде осы жерде блокадалар болатын болса, мысалы оң аяқшасында болуы мүмкін, немесе сол аяқшасында болуы мүмкін, иә. Сонда біз оны айтамыз: гис будасының оң жақ аяқшасының блокадасы, немесе гис будасының сол жақ аяқшасының блокадасы деген сияқты. Оның барлығын ЭКГ-дан көре аламыз. АВ блокада деген электр импульстарының жүрекшелерден қарынжаларға өткізгіштігінің бұзылуы. Ол көбінесе жүректің ишемиялық аурулар кезінде, мысалға оған жатады бізде стенокардияның екі түрі бар, иә. Тұрақты және тұрақсыз миокард инфаркция болуы мүмкін, немесе инфаркттан кейінгі кардиосклероз болуы мүмкін. Содан кейін ревмокардит деген ауру бар, иә. Туа пайдаланған жүрек ақаулары болса, дәрілік препараттар көбінесе әсер етеді. Мысалы, жүректің созылмалы житкіліксіздері кезінде қолданатын жүректің гликозидтері. Ал артериялық гипертензияны төмендету мақсатында қолданатын, мысалы, бета-адреналин блокаторлар, кальций антагонистері, осы препараттармен уланатын болса, кездесуі мүмкін. Одан бөлек қан аурулары және ісік ауруларында кездеседі. Бұл өмірде жиі кездеседі. Оның 3 дәрежесі бар. Бірінші дәрежелі, екінші дәрежелі. Екінші дәрежесін өзіміз тағы да екіге бөлеміз: мобиц 1 және де мобиц 2 деп. Ал соңғысы бізде 3-ші дәрежелі, яғни осы АВ блокада пайда болады. Яғни қалыпты бізде осындай көрініс беру керек: П тішесі, QRS комплексі және Т тішесі. Ал бірінші дәрежесі кезінде қарасақ, П тішесі мен QRS комплексінің арақашықтығы алшақтап кетеді. Ал мына жерде қарайтын болсақ, QRS комплекс түсіп қалған, иә. Осылай біз ажыратамыз. Қазір жеке-жеке тоқталамыз. Қазір жеке тоқталатын болсақ, мысалы қараймыз. Бірінші дәрежесі кезінде П мен Q-дің арасы 0,21 секундтан артып кетеді. Егер ол бірінші дәрежелі ары қарай асқынатын болса, мына жердегі 0,21 емес, 0,25-ге дейін ұзара бастайды. Яғни жүрек шаршай бастайды. 25 болды, мысалы мына жер тағы 25 болды. Сосын шаршай келе ақырында ол өткізбей қояды. Яғни мына жерде QRS комплекс түсіп қалады. П тішесі бар. Өйткені синатарлы түйін бізде қалыпты өткізіп тұр. Өйткені С деген П тішесімен көрініс береді. Жүрекшелер қалыпты жұмыс істеп тұр. С мысалға өзінің дұрыс жұмысын атқарып тұр, П тішесімен көрініс беріп тұр. Ал одан кейін АВ-ға берген кезде ол уже иннервацияны өткізе алмай түсіп қалады QRS комплекс. Бұл АВ блокаданың екінші дәрежесінің бірінші түрі мобиц 1 деп аталады. АВ блокаданың екінші дәрежесінің екінші түрі мобиц 2 кезінде қарайтын болсақ, мына жерде П тішесінен кейін QRS комплексі жоқ. Мына жерде тағы жоқ. Демек, бұл жерде екіден көп QRS комплексінің түсіп қалуы мобиц 2 деп аталады. Мысалы, қарайтын болсақ, бір ерекшелігі: П тішесі мен QRS комплексінің арақашықтығы қалыпты деңгейде болады, яғни П-Q-ның арасы норма болады. Мысалы, бірінші дәрежесі кезінде бізде 0,21 секундтан асып кетті, иә. Екінші дәрежесінің мобиц 1 кезінде де асып кетеді, бірақ осыны қарайтын болсақ, айырмашылығы: екінші дәрежесінің мобиц 2 кезінде П мен Q-дің арасы қалыпты деңгейде болады. Ал бізде соңғысы 3-ші дәрежелі ауыр түрі. Өйткені бұл толық блокада деп айтылады. Мысалға, бірінші мен екінші дәрежелері толық емес деп айтылса, бұл толық блокада деп аталады. Өйткені жүрек шаршайды, ток өткізбей қояды. Жүрекшелер өз бетінше, қарынжалар өз бетінше жұмыс жасап, бір-біріне бағынбайды. П тішесі өте көп қарайтын болсақ. Мына суреттен қарасақ, мына жерде П тішесі бар, мына жерде де П тішесі бар. Яғни П тішелері көптеген П тішелерін байқаймыз. Яғни бір-біріне бағынбай заңдылық бұзылады. П тішесі өз бетінше жұмыс жасап жатыр. Қарайтын болсақ, өте көптеген П тішелер, QRS комплексі өз бетінше жұмыс жасайды. Бұл ауыр жағдай болғандықтан науқас тіпті бұндай кезде өліп кетуі мүмкін. П тішелері көп болғандықтан олар кейде Q-ға кіріп кетеді, кейде Т тішесіне кіріп кетулері байқалады. Сондықтан бұл өте қауіпті болғандықтан бұндай науқасқа кардиостимулятор қояды. Мысалға, мына суретке қарайтын болсақ, толық көрсетілген. Мысалы, П тішелерін қарайсыз. Мына жерде П тішесі бар, мына жерде тағы П тішесі бар, Т-ға кіріп кеткен, мысалы, мына жерде Q-ға кіріп кеткен, иә. П тішелердің арақашықтықтары бірдей болғанмен, ол өз бетінше жұмыс жасап жатыр. Q тішесі, QRS комплексі өз бетінше жұмыс жасап жатыр, иә. Яғни бір-біріне деген заңдылық жоқ. Осылай байқай аламыз. Келесі бізде С блокада, яғни синусты түйіннен шығып, жүрекшеге өтетін импульстің бұзылысы. Негізі иннервацияны өндіретін бізде С түйіні, иә. Бұл бермегендіктен бұл жерде П QRS комплексін бірге түсіп қалу. Тек қана бұл жерде QRS емес, П мен қоса түсіп қалады.
Соны есте сақтау керек. Этиологиясына келетін болсақ, оң жақ таз артериясының атеросклерозы, оң жақ жүрекшедегі склероздық өзгерістер, жаңа бұзылыстар болатын болса, және жүректің ишемиялық аурулар, жаңа айтып өткендей, стенокардияның түрлері, тұрақты және тұрақсыз миокард инфаркции болуы мүмкін, постмиокардтық және кардиосклероз болуы мүмкін, иә. Сосын мысалы глюкозиттермен, адреноблокатор, хинидин, аритмияға қарсы препараттар, фосфор сияқты органикалық заттармен ағзасы уланатын болса, осындай сол дәрілік препарат сол жерде барып зақымдайды түйінді, одан сол өткізгіштігі төмендей бастайды. Блокаданың да үш түрі болады: бірінші дәрежелі және екінші дәрежелі. Тура жаңа блокада сияқты оның ішінен бөлінеді мобиц 1 және мобиц 2 деп. Ал соңғысы бізде блокада толық, яғни осы жерде блок бар бізде. Яғни бұл түйін иннервация өндірмегендіктен қарасақ, мына жолдың бәріне бармайды, иә, бастап тұрған нәрсе бұзылып тұр бізде. Бірінші дәрежелі блокада кезінде ЭКГ-да ешқандай көрініс бермейді және науқастың шағымдары болмайды. Диагноз қойған кезде көбінесе блокаданың екінші дәрежесінен бастайды. Себебі бұл ЭКГ-да арнайы көрініс береді. Иннервацияны өндіретін болғандықтан, ол жерде блокада болса, демек жүрекшеге де, қарыншаларға да иннервация жүрмейді. Демек, жүрекшені жауап беретін бізде ПТ6-мен көрініс беретін ЭКГ-да ПТ6-те және QRS комплексе болмайды, яғни барлығы бірге түсіп қалады. Мысалға, блокада кезінде тек қана QRS түсіп қалып, ол жерде ПТ6 бар еді, ал бұл жерде П-да жоқ, QRS тағы да жоқ, барлығы бірге түсіп қалумен ерекшеленеді. Яғни айырмашылығын осылай білу керек. Келесі екінші дәрежелісінің мобиц 2 деген түрінде. Жаңағы жерде бір үй ғана түсетін болса, ал бұл жерде 2 немесе одан да көп П-QRS-Т комплексінің түсіп қалуымен көрініс береді. Мысалы, мына жерде бір үй қарап тұрсақ көзбен, мына жерге екінші комплекс келу керек, дәл солай. Арғашықта қарайтын болсақ, 2 немесе одан да көп түсіп қалатын болса, онда ол бізде мобиц 2 деп аталады. Енді үшінші түрін айтатын болсақ, блокада толық кезінде жүрек толықтай шаршайды, бұл кезде асистолия болады, қауіп өте жоғары болғандықтан, блокаданың екінші дәрежесінен бастап, мобиц 2-сінен кардиостимулятор қою керек. Яғни жүректі біз жасанды жолмен иннервациялап отырамыз. Сосын бізде жүрекше ішілік блокада деген бар. Бізде жүрекшеге жаңа айттық, ПТ6 жауап береді. Сол жүрекшелердің өздерінің аралығында иннервация дұрыс жүрмеген кезде осындай көрініс береді. Яғни ПТ6-нің кішкене болып тұратын болса, ол аралық кеңейіп кетеді, мысалы 0,1 секундтан ұзарып кетуі. Және де формасы өзгереді. Мысалы қараңыз, 2 тау тәрізді болып кетеді. Мына жерде қарайтын болсақ, кәдімгі кішкене ғана көтеріліп тұратын П-мыз осылай ирелең тәрізді, тау сияқты болып өзгеріске ұшырайды. Мысалы, мына жерде де көрініп тұр, мына жерде аралықтар ұзарған. Осылай байқаймыз. Яғни біз блокадан қарастырдық, блокадан қарастырдық. Енді осы жердің барлығынан дұрыс өтіп келіп, егер осы жерде блокада болса, онда кез будасының блокадасы деп аталады. Оның оң жақ және сол жақ аяқшалы болады. Мысалы, мына суретке қарайтын болсақ, оны кейде біз қарынша аралық блокада деп атаймыз. Мысалға, мына жерде бізде иннервацияны өткізді. Мысалға, мына жерде бізде иннервацияны импульсті өткізді. Бірақ оң жақ аяқшасында мынандай блокада тұр. Мысалға, мына тас төгіп жатса, мына тас мына жақтан шығу керек қой, сол жақтағы сияқты тас шығу керек. Бірақ мына жерде блок тұрғандықтан ол шықпайды, яғни кедергі болып тұр. Мына жерде шығып тұр, сонда біз диагноз қоямыз. Кез будасының оң жақ аяқшасының блокадасы деген сияқты. ЭКГ-дан қарайтын болсақ, мысалға айттық, біз өткенде айттық, П1 мен П2 деген электродтар жүректің оң жақтан қарайды. Демек, біз оң жақ аяқшасының блокадасын П1 мен П2-ден таба аламыз. ЭКГ-да осындай, мысалы, кішкентай R, мына кішкене көтеріліп тұр, сосын кіші S мынаны қараймыз. Сосын қайтадан үлкен R болған, осындай көрініс. Немесе кіші R, үлкен R, үлкен S мысалға. Немесе екеуі де үлкен R болуы мүмкін. Осындай екі үлкен тау тәрізді, M тәрізді QRS комплекс деп атайды бізге де. Осындай кішкентай S-тің, немесе мысалы қарайық, үшеуі де үлкен болып кетуі мүмкін. Немесе екеуі ғана болуы мүмкін, енді S болмауы мүмкін, Немесе тек қана осындай екі үлкен R болуы мүмкін. Осындай көріністер байқайтын болсақ, М тәрізді біз QRS комплексін байқасақ, оны бұл кез будасындағы блокада екендігін білеміз. П1 мен П2-ге қарап, демек біз бұның оң жақта екендігін ажырата аламыз. Дәл сол сияқты, сол жақ аяқшасының блокадасы П5 пен П6-та көрініс береді. Мысалы, тура осындай көрініс екеуінде де бірдей, яғни М тәрізді QRS комплексі пайда болады. Мысалға, мына жерден қарап көрейік. Сразу көзге көрінеді кез будасының блокадалары. Мысалы, П1 мен П2-де,
м тармағына кіші r, үлкен s, мысалы мына жерде үлкен r пайда болған. Мына жерде бірінші үлкен r, сосын кіші s, кіші r осындай сипаттайтын болса, біз оңай ажырата аламыз. Мысалы мына жерде в символында көрініс беріп тұр, иә? Тағы да қосып кететін нәрсе т тышесінің инверсиясы байқалады. Мысалы в-де байқалып тұр. В пен в-да, яғни т тышесінің төмен қарай түсуі инверсиясы байқалады. Тақырып түсінікті болды деген ойдамын. Сұрақтарыңыз болса комментарийға қалдырсаңыздар болады.